Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үлгі ала тұрған болсақ, Пайғамбар алейхиссаламды өзінің туылып өскен жері, қиындық қаны тамған жерден, Меккеден мушриктер қуған кезде, шығып баратқан кезде Пайғамбар қарап тұрып, ей Кабаға, валлахи, Аллаға қасам ішем дейді. Валлахи, Аллаға ант ішем. Инни а'лам аннаки хайрул ардиллах. Мен білем, мен үшін сен Алланың ең жақсы жерсің. Ва хаббаха, Аллаға ең сүйіктісің илаллах. Валаула ан ахлика ахраджуни минк ма харajtu. Егер мо елің шығарбасаң, мен де шықпайт елем дейді. Бүгін де урматтуу мұсылман бір тұрған кейбір біздің мекендештеріміз жырғағаннан жылқычы болған жоқ. Өзінің туылып өскен жерден, мекенінен алыста жүргендеріміз бар. Ошол эле кезде жанагындай тополоң болгон кезде айылын башкасын таштап тынч кетип атат. Пайгамбар саллаллаху башка bir риваяты ма атьябаки, кандай жипар жыттуусун мин баладин шаарлардан ва хаббики илейя, мага эң сүйүктүүсүн. Силердин ар бириңинен туулуп өскөн жериң ошондой. Эң жипар жыктуу, эң сүйүктүү. Пайгамбар айтты валаула кауми ахраджуни минки, эгер элим мени бул жерден кууп чыгарбаса, ма саканду гайраки, сенден башка жерге барып жашамак эмесмин дейт. Имам Бухари риваят кылган сахih хадис.